Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен тарси әдісімен таныстырғым келіп отыр. Ол деген сөз бізге осындай фигуралардың ішіне есепті жауабымен жазып, бізге осындай фигуралар құрастырып береді. Бұл жерде бір жағында жауабы, бір жағында сұрағы тұрады. Енді дәл осындай дүниені құрау үшін біз ең алдымен тарсия деген предложенияны ноутбугымызға тартып алуымыз керек. Ол үшін мына жерде менде тартылып тұр, сіздер де тартып аласыздар. Мысалы, мына жерде тарсия болса, менде мына предложение тартылып тұр, осыны басамын. Осындай дүние келіп шығады. Одан кейін бізде жаңадан парақ ашылады. Бұл жерде сіздер фигураны таңдайсыздар. Мысалы, сіздер есепті болсын, өзіңіздің пәніңізге байланысты болсын, осы жерде қандай фигура сізге ұнап тұр. Мысалы, мен көбіне үшбұрыш фигурасын таңдап, есепте жазам оқушыларды қызықтыру үшін. Енді бұл жерде бізде 18-16 есеп болуы мүмкін. Сіздер бұның дайын түрінде жауабымен, есептің жауабымен, сұрағымен таза параққа дайындап алып, одан кейін мына жерге көшірсеңіздер болады. Болмаса, мына жерде жазумен жазсаңыздар да болады. Мына жерде бізде есептер сіздер қажет болып тұрса, мысалы, формулаларды осы жерден көріп жаза бересіздер. Мысалы, біреуін көрсетейін сіздерге. Мына жерде мысалы түбір деген, мысалы, квадрат түбір тақырыбынан мен мысал құрастырғым келсе, мысалы, түбірдің ішіне 81-ден бізде 9 шығады, дұрыс па? Мына жерде 9 деп жазам. Дәл осылай мына жердегі келесі батырман асырыс. Мысалы, мына жерде тағы да мен жаңағы түбір деген батырман басамын да. Мысалы, 100 деп жазсам, мына жерде 100-ден менде неше шығады? 10 шығады деп мен есептің шешімін осылай жазып кете берем. Сөйтіп, келесі жерде мына астына қарайсыздар. Мына астына қараған кезде solution деп тұрады. Осы жерде бізде есепті былай құрастырып береді. Дайын түрде. Ешқандай ешнәрсе істемейсіз, тек сіз есепті жазасыз және шешімін жазасыз. Немесе сұрағыңызды жазасыз, сразу астына жауабын жазасыз. Мына жердегі дүниелер, мына жерде мынау сақтау батырмасы, save деген. Мынау бізде шығарасыздар, осы күйде сразу шығарып береді сіздерге. Мына жерде үлкейту. Мына жерде жаңағы ішіндегі тұрған жазуларды үлкейтеміз. Мысалы, мына көрінбей жатса, осылай 75-100%-ке осылай көбейте бересіздер. Міне, 150-ге дейін осылай көбейте бересіздер. Енді осындай дайын түрдегі дүниелерді мына жерден принтермен шығарып, түрлі-түрісті параққа шығарып алып, оқушыларға қайып бересіздер. Сол кезде оқушыларға 15 минутқа арналған қызықты тапсырма түрінде естерінде қалады. Дәл осындай тапсырмаларды сіздер тағы да үйренгілеріңіз келсе, менің парақшама тіркеліп, арнаға жазылып кетіңіздер.